Әлем бойынша ауа ластануы рейтингісіне сәйкес 120 елдің ішінен Қазақстан үздіксіз бірнеше жыл бойы алғашқы ондыққа ілігіп отыр. Ел бойынша ауасы ең лас қалалардың қатарында ірі өндірістік мекемелері бар елді мекендерден бөлек Астана мен Алматы бар. Елдегі экологиялық ахуал жөнінде әрбір қазақстандық біледі де, күнделікті өмірде кездестіреді. Ал сіздердің ойларыңызша, экологиямыз жақсаратын күн жақындап келеді ме? Экология тақырыбы қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап, төменде пікірлеріңізді білдіріңіздер. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Армағайын, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қарашашық YouTube арнасы. Елордамызда 2020 жылдан бері Талдыкөл тақырыбы айналасында жүздеген наразылық шаралар, флешмобтар, кездесулер ұйымдастырылып, ақыр соңында қарсылық петицияға 15 мыңдай қол жиналып, мемлекет басшының кеңсесіне тапсырылған. Қала әкімдігі көл орнына үйлер мен әлеуметтік маңызы бар ғимараттар, саябақтар отырғызамыз дейді. Олардың сөзінше, құрылыс компаниясы көл айдынының тек 20 гектарын сақтап қалмақшы. Ал әу бастағы көлемі 600 гектар болған еді. Демек, осы логикаға сүйенсек, олар көлдің көп бөлігін құрғатып, тағы сол көз бояушылық ретінде бірнеше пайызы ғана сақтап қаламыз дейді. Оның не пайдасы бар дейсіз ғой? Оны біз де түсінбедік. Негізінен экология белсенділерінің сөзінше, Талдыкөлде құстың 28 түрі мекендеп, жыл құстарының 200-ге жуық түрі қонады. Одан бөлек 90 шақты өсімдік түрі өседі. Сонымен қатар, олардың сөзінше 1913 жылы жасалған картаның өзінде осы Талдыкөл бар делінген. Ал Ақмола облысы көбінесе сулы батпақты болуына байланысты қызыл кітапқа енген құстар қорықтарымызға ұшып барғанда Талдыкөл аралық тоқтау болып, күштерін жинақтауға көл жағдай жасайды екен. Үлкен қарқынмен өсіп бара жатқан Астана шекарасы күннен күнге өсіп келеді. Ғимараттар мен үйлердің салыну қарқындығына таң қалуға болады. Қаланың бір ауданында бірнеше айдың шамасында болмасан, көз сенбейтіндей өзгеріп кетеді екен. Сонда салынып жатқан қаншама үйлер кімдікі, кімнің иелігінде сияқты сұрақтар туындайды. Осы құрылыс жүргізу қарқынына қарасақ, неге қазағым үй-күйсіз жүр? Неге тұрғын үй жетіспеушілігі әлі де сезіледі? Үйдің жетіспеушілігі секілді мәселе күрделі. Оны біз бөлек шығарылымда талқылайтын боламыз. Талдыкөл тақырыбына қайта оралсақ, оның орналасуы сол біз айтып отырған Астанадағы қазіргі таңда үлкен қарқынмен құрылыс жүргізіп жатқан бір аудан территориясында екен. Демек, көлдің орналасуы ірі құрылыс компанияларға кедергі келтіріп тұр деген сөз емес пе? Билігіміз кез келген дүниені әлем тәжірибесімен салыстырғанды жақсы көретінін ескерсек, дамыған елдер не істеп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Олар үлкен мегаполистер салған кезде табиғатты бұзбауға тырысады. Атап айтқанда, ақш не басқа батыс елдердегі саябақтарға қарасақ, біздікі секілді барлығы жасанды емес, сол өзінің табиғи күйінде қалдырды. Демек, әкімдік не үкімет болашақта Астана ірі мегаполис болады деп жоспарласа, осы Талдыкөл секілді су алқаптарды сақтаған жөн. Себебі осында тұратын қала тұрғындары аталмыш табиғат аясына зәру болады. Керісінше, осы көлге жақын ағып өтетін Нұра немесе Есіл өзендерін тартып, канал қазып, оны қажеті сумен нәрлендірмейді ме? Меніңше, бұл шешім әлде қайда дұрыс болар еді. Бірақ қайдағы айтып отырмын. Қаланың о баста жоспарлаған кезде бір қатар өрескел қателер жіберіп, көптеген дүниені ескермеген. Оның кесірін алдағы 2-3 жылда көретімізге кепілдік беремін. Ең қызығы, осы тақырып айналасында лауазымды тұлғалар, атап айтқанда қала әкімі Көлгінов, президент әкімшілігі басшының бірінші орынбасары Абаев, экология мен геология министрі Бірекешев өз ойларын білдірді. Бірақ бастапқы райынан қайтқан жоқ секілді. Демек, олардың шешім бойынша көлдің 20 гектарын ғана сақтап, абаттандыру жұмыстарын жүргізбекші. Енді міне, Талдыкөлде ЛРТ секілді үкімет үшін
үлкен қателік болайын деп тұрған секілді.